Олай болса, вебинарымызды бастайық. Бастамастан бұрын бірінші танысып өтейік. Есімім Аманжол, тегім Смағұлов. Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін тамамдағанмын. Мамандығым қаржы және қаржы құқығы саласында жаңағы білім алып шықтым. Одан кейін еліміздің біршама үлкен ірілі ұсақты компанияларында бухгалтерлік қызметтен бастап, жай қатардағы үлкен бас бухгалтерлік деңгейіне шейін көтерілдім. Одан кейін барып, өзімнің жеке Ideal Accounting атты консалтингтік компаниямды құрып, бүгінгі таңда сол консалтингтік компанияның өзім жетекшісімін, өзім құрылтайшысымын. Яғни бухгалтерлік есеп мен үшін күнделікті етене араласып жүрген жаңағы жұмысым десе болады. Бухгалтерлік есеп, салықтық есеп, қаржылық есеп, яғни осы төңіректегі әңгіменің барлығы түгел менің осы соңғы 15 жылға жуық өмірімдегі күнделікті араласып жүрген жұмысымдағы дүние. Сондықтан мен неге сіздерге бухгалтерлік есеп жайында ақыл кеңес беруге, бір ақпарат беруге құқығым бар дейтін болсақ, яғни соңғы 15 жыл өмірімді осы бухгалтерлік есепке арнадым және консалтингтік компанияның бүгінгі таңда жетекшісімін. Бұл айтқан кезде мен жай ғана бір кітапты оқи салып, сіздерге судырлатып оқып бере салатын жай лектор емеспін деп жеткізгім келеді. Енді сіздер жағынан мен анализ жасадым. Сіздердің араларыңызда кімдер бар, қалай деп мен мысалы. Араларыңызда кәсіпкерлер бар екен. Яғни кәсіпкер деген былай бір қараған кезде ақшасы бар, жұмысы бар, кәсібі бар азамат қой. Бірақ сол кәсіпкерлердің басында біршама сұрағын таппай жүрген, жаңағы жауабын таппай жүрген сұрақтар бар. Мысалы, таза пайда қанша менің осы істеп жүрген кәсібімнен? Болмаса, жаңағы неге керек кезде ақша болмай қалады? Мысалы, сіздер білетін шығарсыздар, кассовый разрыв деген түсінік бар. Я, ақша бар, бірақ дәп осы бір зарплатаны төлейін дейсіз, болмаса салық төлейін дейсіз, аренда төлейін деген кезде ақша болмай қалады шотыңызда. Болмаса бухгалтеріңіз сізге бір айтады, ой, біз өткен айда осыншама таза пайда таптық деп бір жақсы сумманы көрсетеді. Бірақ сіздер жаңағы сол таза пайда қай жерде тұрғанын түсінбейсіздер. Оны сіз ақша күйінше қолыңызға ұстаған жоқсыз, таза пайда осыншама таптым деп айтатындай, және қалай екенін түсінбейсіздер. Болмаса, соңғы уақытта қайта-қайта шотыңыз бұғатталып жатыр. Қайта-қайта шотыңызға арест жаңағы мемлекет тарапынан, кірістер органдар тарапынан арестовать етіп шотыңызды нетеді. Сөйтіп жүрген кәсіпкерсіз. Енді мен сіздерге өкінішке орай айтайын, мемлекет тарапынан қыспаққа алу бұдан ары қарай үдей береді. Неге? Өйткені бюджетке ақша жетпейді. Бюджетке ақша жетпейтіндігінің себебі, білесіздер, қазір бүкіл әлемдік кризис. Ол біздің Қазақстанды айналып өтпейді. Біздің Қазақстан сияқты мемлекетті тіке бізге қатысы болады. Сондықтан мемлекет қайткен күнде бюджеттегі тесікті жамау үшін салық төлеушілерді барынша қысуға бұл барлық күш жігерін салады. Оның ішінде барлық жаңағы салықты көбейту, айыппұлдар салу, пеня төлету, яғни соның бәрін іске қосады. Енді араларыңызда келесі бір отырған топ, ол кәсібін енді бастайын деп жатқан азаматтар бар араларыңызда. Кәсібін бастайын деп жатыр, бірақ неден бастарын білмей тұр. Идея бар, нені қалай істеу бар, бірақ жаңағы бухгалтерия жағы қалай болады, бухгалтерлік есеп жүргізу керек па, керек емес па, ол жаңағы ертең күні салықтық тексеру болып қалса не болады деген сияқты бір қорқыныш үрей бар. Одан кейін араларыңызда отырған тағы бір бөлім топ, ол жай просто өзінің жаңағы білімін арттыру үшін қатысып отырғандар бар. Жай мен білгім келеді, бухгалтерлік сала мен үшін қызықты, сол үшін мен қатысып отырмын дейді. Болмаса тағы бір топ бар, сіздердің араларыңызда ол мамандығын өзгерткісі келетіндер. Яғни қазір басқа бір мамандықта, басқа бір салада қызмет етіп жүр, бірақ бухгалтерлік салаға өтсем-ау, бухгалтер болып жұмыс істесем-ау деп жүргендер бар. Болмаса тіпті бухгалтер болып жұмыс істеп жүр қазір, бірақ өзінің мамандығына байланысты кейбір тұстары түсініксіз. Яғни бас маманнан, бас бухгалтердан ақыл кеңес алғысы келетін азаматтар. Олай болса, қалай болған жағдайда сіздер жаңағы вебинардан шатасқан жоқсыздар, сіздер осы менің вебинарыма қатысып отырсыздар. Енді мен сіздердің барлық сұрақтарыңызды, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңызды ашып беруге тырысамын. Жалпы
есептің түрі көп кәсіпте. Бухгалтерлік есеп бар, салықтық есеп бар, қаржылық есеп бар, басқарушылық есеп бар, кадрлық есеп деген бар. Яғни статистикалық есеп деген бар. Яғни есептің түрлері көп, бірақ барлық есептердің түп тамыры, түп негізі осы бухгалтерлік есептен басталады екен. Ол деген сөз не деген сөз? Яғни басқа есептер өзінің қайнар көзін осы бухгалтерлік есептен бастайды. Сондықтан сіз салық саласында, басқа салада бір дұрыс емес жағдайға душар болып жатсаңыз, яғни сіз ең бірінші бухгалтерлік есебіңізді дұрыстау керексіз. Ол салық жағынан болсын, болмаса істеп жүрген кәсібіңізде бір түсінбестік болып жатқан болатын болса, яғни қанша пайда тауып жатсыз, дебиторлық қарыз деген не, кредиторлық қарыз, яғни бухгалтерлік төңірегінде бір түсінбестік болып жататын болатын болса, ол ең алғашқы дүниесі, ол есебіңізді дұрыстау керексіз. Қай есеп? Әрине бухгалтерлік есепті дұрыстау керексіз. Бухгалтерлік есеп сол бүкіл сіздің барлық мәселеңіздің түп тамыры, шешімі осы деп айтатын едім. Енді бухгалтерлік есеп дегеніміз деген сұрақ туындайды. Жалпы бухгалтерлік есеп деп жатырмыз. Ол деген не деген кезде? Ол барлық шаруашылық операцияларды үздіксіз әрі құжаттық есепке алу негізінде компанияның мүлкі, капиталы, кірістері, шығыстары және шаруашылық операциялардың негізінде олардың өзгеру туралы ақпаратты ақшалай түрде беретін жүйе деп мен бұландай анықтамасын бар, көрсетіп отырмын сіздерге. Бірақ енді мен сіздерге осыны қарапайым тілмен түсіндірейін. Яғни үздіксіз, мысалы бухгалтерияны бір айда жүргізіп, екінші айда жүргізбей, үшінші айда жүргізіп, төртінші айда жүргізбей деген әңгіме жоқ. Кәсіп басталды ма? Кәсіп басталғаннан кейін кәсіп қанша уақыт кәсіп өмір сүреді, сонша уақыт бухгалтерлік есеп үздіксіз жүргізіліп отыру керек. Әрі ол құжаттық негізде болу керек. Яғни құр ойыңыздан, миыңыздан, фантазияңыздан бірдеңкені алып, бухгалтерлік есепке кіргізе салуға болмайды. Кез келген шаруашылық операция ол белгілі бір құжатпен негізделу керек. Сол үздіксіз құжаттық негізде жүргізіп отыру және осы жүргізудің негізінде сіздің сол кәсібіңіздің мүлкінің, оның капиталының, кірістері, шығыстарының, олардың жалпы кәсібіңізде болып жатқан жағдайдың ақшалай түрде қандай жағдайға жетіп жатыр, соның ақшалай түрдегі өлшемі екен. Соның ақшалай түрде өлшемінің жүйесі. Яғни күнделікті сіз қаншалықты жаңа компанияңыз жұмыс істеп жатыр, күнделікті бір оқиғалар болып отырады. Оның барлығы түгел сіздің компанияңыздың қаржылық жағдайына әсер етіп отырады. Шығыстар болады, кірістер болады, бір белгілі бір құрал сатып аласыз, біреуге қарызға ақша бересіз, біреуге қызмет көрсетесіз. Яғни күнделікті кәсібіңізде жүріп жатқан қадамдардың барлығы түгел сіздің бухгалтерлік есебіңізде түгел өзінің орнын алып отыру керек. Соның нәтижесінде сіз жаңағы бухгалтерлік есептің негізгі жүйесі осы екен. Енді мына жерде мүлік, капитал, кірістер, шығыстар деген сөздерге біз қазір алдыда тағы да оралатын боламыз сіздерге. Мен оның бәрін түгел түсіндіріп өтем. Қазір сіздер кішкене мүмкін шошып отырған шығарсыздар. Мұнда қандай не, мүлік деген не, капитал деген не, кіріс деген не, шығыс деген не деп. Барлығын түгел сіздер тек қана жайбарақат саспай отырыңыздар. Мен барлығын сіздерге түсіндіріп беремін. Жалпы бухгалтерлік есеп заң, қандай заңға сүйенеді дейтін болатын болсақ, ол Қазақстан Республикасының 2007 жылы 28 ақпанда қабылданған 234 заңына негізделіп жүргізіледі екен. Заңның аты бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы деп аталады. Яғни бүкіл бухгалтерлік есеп қалай жүргізілу керек, не болу керек, қалай болу керек, барлық негізгі қағидасы осы заңда тәптіштеп жазылған. Бірақ өздеріңіз бір қарап шықсаңыздар болады. Бірақ менің тарапымнан сіздерге осы қазір негізгі 90 сөздің тобықтай түйін мен осы вебинарда сіздерге түгел айтып тәпсірлеп беретін боламын. Енді бухгалтерлік есепті жүргізудегі мақсат қандай? Не үшін бухгалтерлік есеп жүргізеді деген кезде мүдделі тұлғаларды ұйымның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер
туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Назар аударып қарасаңыздар, кілтті сөздерді мен қызылмен бояп қойдым. Қайтадан бір қайық. Яғни мүдделі тұлғаларды дейді. Мүдделі тұлғалар деген кім? Кез келген кәсіптің бір мүдделі тұлғасы бар, мүдделі тұлғалары бар. Ол сол кәсіпті басқарушы, кәсіптің иесі, сол кәсіптің дамып кетуіне барынша күш жігерін салып жүрген тұлғалардың тобы болады. Яғни осы азаматтардың барлығы түгел осы кәсіп мүдделі тұлғалар болады. Одан кейін екінші бір мүдделі, сырттан мүдделі тұлғалар болады. Олар банктер, мемлекеттік бір басқарушы органдар, инвесторлар. Яғни осы азаматтар сіздің кәсібіңіздің жағдайы қандай екенін білгісі келеді. Сонда бухгалтерлік есептің мақсаты осы мүдделі тұлғаларға қаржылық жағдайды және сіздің қызметіңіздің нәтижесін және оның нәтижесінде болған өзгерістерді толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады екен. Болмаса көп азаматтар ойлайды, бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты ол салық есептеу деп. Яғни салық органдарына салық тапсыру, салық есептеу. Яғни көз алдарына бухгалтер кім деген кезде көз алдарына елестейтін ол бір көзіне үлкен очки таққан әйел отырып жаңағы салық есептеп отырған. Бірақ ол негізгі мақсат емес екен. Негізгі мақсаты мүдделі кәсіп иесіне осы кәсіпте болып жатқан жағдайды дұрыс және толық жеткізіп беру екен. Не үшін деген кезде жаңағы осы дұрыс толық және дұрыс ақпаратты не үшін беру керек деген кезде оның бір ғана жауабы бар: шешім қабылдау үшін. Кез келген сатыда шешім қабылдау үшін. Мейлі сіз кәсіп иесі болыңыз, мейлі сіз кәсіптің жай тек қана сатушысы болыңыз, болмаса сіз осы кәсіптің инвесторы болыңыз, болмаса сырттан қарайтын жаңағы банктер болсын, инвесторлар болсын, қалай болған кезде де оларға осы ақпарат беріледі, бухгалтерлік есептің ақпараты беріледі, өйткені ол азаматтар шешім қабылдау керек. Ары қарай біз не істейміз деген. Яғни біз қазір қай жерде тұрмыз? Бухгалтерлік есеп жаңағы жағдайдың несінде біз қай жерде тұрмыз, соны көреді, ары қарай енді не істеу керек, нені өзгерту керек, нені өзгертпеу керек. Яғни осы тұрғыда шешім қабылдайды. Ақпарат қалай беріледі деген сұрақ туындайды. Яғни бухгалтерлік есеп жүріп жатыр, бәріңіз білесіздер, бірақ оны қалай береміз біз? Жаңағы мүдделі тұлғаларға деген кезде осы жерде қаржылық есептілік деген түсінік айналымға енеді деп жаздым. Яғни бағана естеріңізде болса, мен заң бар дедім, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы деген. Яғни бухгалтерлік есеп деген бар және қаржылық есептілік деген екінші бір түсінік бар. Осы жерде бухгалтерлік есеп жүргізіліп келеді де, одан кейін барып осы бухгалтерлік есептің жүргізілгенінің нәтижесі қаржылық есептілікке кеп құйылады. Қаржылық есептіліктің саны 4. Яғни 5 емес, 6 емес, 1 емес, 3 емес, 4 түрлі қаржылық есептілік бар. Оны сіздер әлбетте егерде кәсіппен айналысып жүрген азамат болатын болсаңыздар, естідіңіздер. Ол бухгалтерлік баланс деген сөз бар, болмаса жай ғана қарапайым баланс деп айтады. Одан кейін пайда мен шығындар есебі деген есептіліктің түрі бар. Ақша қозғалысы есебі деген есептің түрі бар. Және 4-ші меншікті капиталдың өзгеру есебі деген есеп бар. Осы 4 түрлі есеп кез келген мүдделі тұлғаға сіздің кәсібіңіздің қаншалықты қандай, және өзіңізге де сіздің кәсібіңіздің қаншалықты пайдалы, пайдасыз, пайда тауып жатыр ма, таппай жатыр ма. Яғни барлық сіздің көкейіңізде жүрген сұрақты осы 4 түрлі есептілік ашып береді екен. Яғни былай айтқан кезде құжаты, сіздің кәсібіңіздің, бизнесіңіздің маған құжатын көрсетіңізші деген кезде сіздің көрсететініңіз не? Бухгалтерлік баланс, пайда мен шығындар есебі, ақша қозғалысы туралы есеп және меншікті капиталдың өзгеру туралы есеп. Осы 4-еуін көрсеткен кезде ол құжаты осы деген сөз. Енді қаржылық есептілік, жаңағы қаржылық есептілікті жасау үшін бір белгілі бір элементтер керек қой. Яғни неден тұрады ол қаржылық есепті, неден жасайды? Ол жаңағы не нәрсе, қатты нәрсе ме, сұйық нәрсе ме, ауа ма деген сияқты деген кезде оның 5 түрлі элементі бар екен қаржылық есептіліктің. Бұны да сіздер естігенсіздер, естіп жүрсіздер де, бірақ мән бермейсіздер. Біріншісі активтер, естігім келген бас шығар. Екіншісі міндеттемелер, обязательство дейді орыс тілінен, болмаса қазақша міндеттемелер. Меншікті капитал,
одан кейін табыс, доход, одан кейін шығыс, расход. Осы 5 түрлі элемент. Бүкіл бухгалтерлық есеп осы 5 түрлі элементтің төңірегінде жүреді. Басқа ешқандай не жоқ, элемент жоқ. Осы 5 түрлі актив, міндеттемелер, меншікті капитал, табыс, шығыс. Осы 5 түрлі элемент бүкіл бухгалтерияның мәйегі десе болады. Ол мейлі Африкада жүргіз, мейлі Америкада жүргіз, қай жақта жүргізсең де бухгалтерлік есеп жүргізген кезде негізгі осы 5 элементтен тұрады. Енді сіздерге бір сұрақ, кішкене арамызда жаңағы не болып отырсын. Актив деп сіздер нені түсінесіздер? Актив деген не деп ойлайсыздар? Маған жазып өтіңіздер. Сіздердің түсініктеріңізде актив деген не екенін мен білейін. Болмаса сіздерге былай айтайын. Өзім жауап берейін. Актив деген бір ауыз сөзбен айтқан кезде біздің игілігіміздегі бар дүние, яғни біздің игілігімізде не бар, соның барлығы актив болады. Енді яғни біздің игілігімізде деген біздің меншігімізде не бар, соның бәрі актив деген сөз. Актив деген сөзге саяды екен. Енді маған жазып өтіңіздерші, қандай активтерді білесіздер? Мысалы, қандай активті мысал ретінде келтіре алатын едіңіздер? Жақсы, Анель Болатова, актив деген ақша дейді. Жақсы. Яғни активтің бір түрін айтты, ақша. Тағы да не? Яғни біздің игілігімізде бар дүние деген кезде тек қана ақша емес қой. Ақша бар, одан бөлек жаңағы тағы да бір мүліктер болуы мүмкін. Соны не деп ойлайсыздар? Бірнеше жаңағы дұрыс, Эльмира. Үй, ақша, мүлік, көлік, дұрыс. Мүлік деген кезде енді мүлік жалпылама. Мүлік нақты не? Қандай мүлік? Жасаңыздар. Көлік, дұрыс айтасыздар, көлік актив. Яғни долгосрочный, краткосрочный. Яғни ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді. Айжа Батышева ханым жазып жатыр. Өте дұрыс. Ол активтердің ары қарай өзара жіктелу бол. Актив болған кезде активтер ары қарай жіктеледі екен. Оған мен қазір бөлек тоқталамын. Құрал жабдықтар, ақша, материалдар. Молодцы. Өте жақсы. Жер, дұрыс. Яғни актив деп отырғанымыз біздің игілігіміздегі бар нәрсе, бірақ келесі бір қағидаға тоқталып кетейін. Актив ретінде мойындау үшін келесідей екі түрлі қағидаға сәйкес келу керек екен актив. Ол актив, одан болашақта пайда күту керек екенбіз, яғни ол актив бізге болашақта пайда келуі керек екен, және ол активтің құны ақшамен нақты өлшену керек екен. Яғни осы екі қағидаға сәйкес келетін болса, активті бухгалтерлік есепте актив деп мойындауға болады. Әйтпесе мысалы өте жақсы жауап беріп жатсыздар. Актив пайда алып келетін. Дұрыс. Яғни активтің актив ретінде оны мойындау үшін, менің активім бар деп айту үшін, ол активтің жаңағы несі, сипаттамасы, яғни одан болашақта бір пайда күту керекпіз, және оның құны ақшамен өлшену керек. Мысал ретінде айталық. Көлік. Мысалы, жаңағы мысал ретінде бір өзіңіз айттыңыздар, көлік. Көліктің құны ақшамен өлшенеді, өйткені сіз оны бір кезде сатып алғансыз. Яғни оның ақшамен оның құнын өлшей аласыз. Және ол көліктен өзіңіздің кәсібіңізге байланысты болашақта бір пайда күтесіз. Жата ма активке? Жатады. Ақшаның құны ақшамен өлшенеді, яғни оның біз құнын білеміз, және болашақта ол ақшадан бір пайда күтеміз. Яғни негізгі осы екі қағидаға саяды екен. Енді жаңа айтып өтті, активтер жаңағы краткосрочный, долгосрочный. Орысша айтылған кезде солай, қазақша айтқан кезде ұзақ мерзімді активтер және қысқа мерзімді активтер. Бұл болмаса оборотные активы и внеоборотный дейді. Яғни оборотный жаңағы қысқа мерзімді активтер дегеніміз, ол 12 айға дейін жаңағы айналымға, оборотқа айналып кететін дүниелерді, активтерді
қысқа мерзімді, яғни 1 жылдың ішінде ол өзі одан ұзақ сақталмайды, 1 жыл ғана сақталады, одан кейін ол не сатылып кетеді, не жұмсалып кетеді, не басқа бірдеңе болады деген активтерді біз қысқа мерзімді актив дейді екенбіз да. Ал керісінше 1 жылдан ұзақ мерзім тұратын активтерді оны біз ұзақ мерзімді, мысалы станоктар, құрылғылар, жабдықтар, үйлер, ғимараттар, көлік, яғни бұлардың барлығы бізге 1 жылдан ұзақ жаңағы нетеді екен, қызмет етеді екен. Енді актив туралы айтқан кезде кез келген активтің шығу қайнар көзі болады. Яғни сізде актив бар, бірақ актив ешқашан сізге аспаннан салбырап түспейді ғой. Оның бір шығу қайнар көзі болады. Не біреу сізге береді, не біреуден сатып аласыз, не болмаса, мысалы кәсіп иесі өзінің кәсібіне алғашқы жарна ретінде салатын актив болады. Яғни кез келген активтің пайда болу нақты 2 қайнар көз болады екен. Ол міндеттемелер арқылы пайда болған активтер және меншікті капиталдың негізінде пайда болған активтер екен. Мен сіздерге қазір жалпы бухгалтерлік есепті қарапайым тілмен, елдердің жаңа ойбай ол бухгалтерлік есеп, ол қиын деген дүниені сіздерге оңай қылып алып келем. Кез келген активтің, қайталап айтамын, кез келген активтің шығу қайнар көзі екеу-ақ. Бірі ол міндеттемелер, немесе қарыз деп жақшаға алып қойдым. Екіншісі меншікті капитал. Енді мен сіздерге түсіндірейін. Айталық, сіз компания құрдыңыз, компанияңыз 0-ден басталып жатыр. Және компанияңыз әлі ешқандай табыс таппайды, өйткені ол енді құрылып жатқан компания ғой. Сол енді құрылып жатқан компанияға ең алғашқы өзінің жаңа аяғынан тұрып кетуі үшін негізгі қаражатты салатын кім? Әрине ол компанияның иесі, қожайыны, болмаса құрылтайшысы. Яғни сол құрылтайшысының алғашқы берген ақшасын, ең алғашқы берген ақшасын ол капитал компанияның жарғысы деп айтады. Сол кезде компанияның қожайыны өзінің компаниясына жаңағы ең алғашқы жарнасын салған кезде келесідей көрініс пайда болады. Компанияда ақша пайда болады, біріншіден. Ақша пайда болады компанияда. Екіншіден, ол ақша аспаннан салбырап түскен жоқ, ол ақшаны өзінің жаңа компанияның иесі берді. Яғни компанияда өзінің иесінің алдында бір қарыз пайда болды. Яғни белгілі бірдей сумаға. Мысалы, қожайыны 100 000 теңге салса компанияның иесі, яғни компанияның меншікті капиталында, жаңа капитал деген жерінде 100 000 теңгеге компанияның міндеттемесі пайда болды. Сонда қазір арғай сонда не болатынын арғай түсіндіріп айтамын. Болмаса компания бір өзінің сатып алушысынан алдын ала төлем ақша алды. Мысалы 100 000 теңге ақша түсті алдын ала. Яғни ақша жағында 100 000 теңге ақша пайда болды активінде. Сонымен қатар міндеттеме де пайда болды. Яғни неге жаңа айтып отқан себебім, активтер үнемі пайда болу көзі міндеттемелер мен меншікті капитал деп отырғаным сол. Яғни сіздің клиентіңіз сізге ақша төлесе, сізге актив пайда болды, сонымен қоса сізде міндеттеме пайда болды. Яғни сіз сол товарды жеткізіп беру керексіз, болмаса сіз оған қызмет көрсету керексіз. Осы екі түрлі міндеттеме, екі түрлі жағдай орын алады. Енді міндеттемелер деген не деген кезде, міндеттемелер деген бір сөз айтқан кезде басқалардың алдындағы біздің қарызымыз. Біз басқаларға не қарызбыз? Ақша төлеу керекпіз, болмаса тауар жеткізіп беру туралы бойынша қарызбыз, болмаса қызмет көрсету. Яғни басқа бір тұлғаның алдындағы біздің қарызымызды міндеттемелер деп атайды. Бірақ міндеттемелердің бір ерекшелігі оның қайтарып беру мерзімі көзделген. Кез келген міндеттеменің мерзімі болады. 1 жыл болсын, 1 ай болсын, айту қалай болған кезде де ол келісімшартпен болсын, ауызша келісімшартпен болсын, қалай болған жағдайда белгілі бір мерзімнің ішінде сіз қайтарып беру керексіз. Енді ол міндеттеме, егер де сіз 1 жылға дейін қайтарып беру керек болатын болсаңыз, ол қысқа мерзімді міндеттеме болады. Ал егер де сіз 1 жылдан ұзақ мерзімді қайтарып беретін болатын болсаңыз, ол ұзақ мерзімді міндеттеме болады. Айырмашылығы осы жерде. Ал меншікті капитал деген ол құрылтайшының алдындағы ақшалай қарыз. Жаңа басында айтып отырмын ғой, меншікті капитал деп отырғанымыз компанияның иесі өзінің компаниясына ақша салған кезде өзінің меншікті капиталын салды ғой, жаңа
яғни компанияда ақша пайда болды, сонымен қоса компанияның жаңағы меншікті капиталы пайда болды. Оны жарғы деп атайды. Енді бұның бір негізгі қағидасы қайтарып беру мерзімі көзделмеген. Яғни меншікті капиталда компанияның иесі мен ақшаны салам, бір белгілі уақыттан кейін қайтарып алу үшін салмайды. Кез келген кәсіптің иесі ол ақшаны салады, өйткені ол ақшадан компания оборотқа ілініп, айналымға түсіп, әлгі ақша одан пайда табу мақсатында жаңағы нені жұмсайтын, ақшаны салатын болады. Сіздерге әзірше түсінікті болып жатыр ма? Маған бір белгі беріп өтсеңіздер, бір оттың суреті болмаса плюс деген сияқты сандар. Соны мен ары қарай жаңағы түсінікті ма, түсінікті емес пе, соны мен біліп отырсам деп едім. Бір ишара танытып отырсаңыздар сіздерге қаншалықты. Эльмира Дәулетбек плюс деді. О, жақсы, рахмет. Жақсы. Онда арғы жалғастырамыз. Енді қараңыздар. Осы жаңағы идеяның ары қарай жалғастыратын болсақ, мен бағана айттым ғой. Мына жерде қараңыздар, мына жерде айттым. Активтердің пайда болу қайнар көзі ол екеу дедім. Міндеттемелер және қарыз деп айттым. Осы ойды ары қарай сабақтайтын болатын болсақ, осы ойдан келесідей теңдеу шығады. Активтер тең болады, міндеттемелер қосылған меншікті капитал деп. Бұл қатып қалған теңдеу ешқашан өзгермейді. Және бұл теңдеудің атын бухгалтерлік баланс деп атайды. Енді естеріңізде болып жүреді. Яғни бухгалтерлік баланс деген не деген кезде, көз алдыларыңызға бірден менің осына қызылмен жазып қойған елестеу керек. Активтер тең болады, міндеттемелер қосылған меншікті капитал. Осы теңдеу орын алған кезде онда бухгалтерлік баланс болады екен. Енді осы бухгалтерлік балансты басқаша түсіндірген кезде, мысалы жаңа мына теңдеуді басқаша түсіндіретін болсам, меншікті капитал деген не деген кезде, ол меншікті капиталдың формуласы қандай деген кезде, ол тең болады активтер алынған міндеттемелер. Бұл естеріңізде болсын. Мына нәрсені естерің білетін шығарсыздар. Кез келген бай адамдардың байлығын өлшеген кезде оның капиталының сомасымен өлшейді. Яғни оның капиталы қанша. Ешқашанда байлардың байлығын оның қанша ақшасы бар деп есептемейді. Қанша капиталы бар дейді. Яғни мына формула меншікті капитал тең болады активтер алып тастаған міндеттемелер деген мына формула, бұл теңдеу сіздің қаншалықты бай екендігіңізді көрсететін теңдеу. Сен байсың ба деген кезде, оның несі, яғни сіздің меншікті капиталыңыз қанша деген сұрақпен пара бар. Оны қалай анықтайын деген кезде, оның формуласы активтер алынған міндеттемелер. Осы актив пен міндеттемелердің арасындағы алшақтық көп болған сайын, яғни сіздің меншікті капиталыңыз жоғары деген сөз. Меншікті капиталыңыз жоғары деген сөз, сіз соншалықты бай, бақуатты азаматтысыз деген сөз. Бұл кәсіп иесіне айтылатын сөз. Яғни кәсібі бар азаматтарға қатысты айтып отырған бұл ақпарат. Енді әрине байлық туралы сөз болған кезде әрине кіріс және шығыс деген сөздер қатар жүреді. Оны білетін шығарсыздар. Жаңағы байлық, мысалы бір адамдар бай болып кетті деген кезде, яғни оның меншікті капиталы өсіп кетті деген кезде, яғни оның кірісі молайды деген сөз. Пайдасы өсті деген сөз. Енді қараңыздар, мен кіріс дедім де қасына пайда емес дедім. Одан кейін шығыс дедім де, оны шығысты шығын емес дедім. Өйткені көп азаматтар, көп кәсіпкерлер, көп азаматтар осы нені шатастырады. Осы сөздерді шатастырады. Кіріс десек, кірісті пайдамен шатастырады. Шығыс десек, шығысты шығынмен шатастырады. Кіріс деген ол, оған қазір анықтама берем. Яғни ол кіріс деген активтердің ұлғаюы немесе міндеттемелердің азаюы негізінде болатын экономикалық пайданың артуы. Яғни сіздің компанияңыздың экономикалық пайдасының артуы
активтеріңіз сіздің өсіп кетті, болмаса сіздің міндеттемелеріңіз азайды. Соның негізінде сіздің экономикалық пайдаңыз өсті. Бұл құрылтайшылардың салымдарына байланысты емес, капиталдың ұлғаю. Яғни капиталдың ұлғаюы екі түрлі болуы мүмкін ғой. Яғни сіздің құрылтайшыңыз тағы да ақша салса, сіздің капиталыңыз ұлғаюы мүмкін. Бірақ құрылтайшыңыздың салуының негізіндегі капиталдың ұлғаюы емес, ол сіздің жаңағы активтеріңіздің, болмаса міндеттемелеріңіздің азаюының негізінде құрылған жаңағы капиталдың ұлғаюы. Осыны кіріс дейді. Ал пайда дегеніміз, ол осы кіріс пен шығыстың екеуінің айырмасының соңғы нәтижесі. Яғни сіздің кірісіңіз көп болып, шығысыңыз соған байланысты азырақ болатын болса, оның нәтижесі пайда болады. Оны бәріңіз білетін шығарсыздар, енді сіздер өте жақсы жаңағы ақша санауды барлықтарыңыз білесіздер ғой. Одан кейін тағы да бір жаңағы кәсіпкерлердің көп жіберетін қателіктерінің бірі, пайданы ақшаға байлап қояды. Яғни ақша көп па, яғни менің бизнесім пайдалы. Ақша аз ба, что-то ой, менің бизнесім пайдасыз деген сияқты бір қате, жаңсақ пікір бар. Мен сіздерге сразу бірден айтып кетейін. Сіздің шотыңызда, кассаңызда ақшаның мол болуы, ақшаның аз болуы, ол сіздің кәсібіңіздің пайдалы емес екендігінің көрсеткіші емес мүлделі. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Менің практикамда, мен білемін, мен бухгалтермен айналысып жүрмін ғой. Кейбір кәсіптерде мүлдем ақша жоқ болады. Шотында да ақша жоқ, кәсібінде ақша жоқ. Бірақ мына қаржылық есебін жасаған кезде жаңағы кәсібі өте пайдалы, өте жаңағы рентабельдігі өте жоғары болады. Керісінше кейбір кәсіптерде болады, ақша көп, шотта да ақша жатыр, кассада ақша жатыр. Бірақ егерде шын мәнісінде анализ жасап, рентген жасап жаңа қарайтын болсам, қаржылық есебін, онда ол керісінше болады. Жаңағы пайдасы аз болып жатыр мүмкін. Кейде тіпті керісінше көрсеткішпен жұмыс істеп жүрген кәсіптердің өздерінде ақша көп болуы мүмкін. Сол үшін мүлдем кірісті, пайдалылықты ақшамен өлшеуден аулақ болыңыздар. Ақшамен өлшенбейді ешқашан кіріс. Кіріс сіз сол пайданы тапқанмен өлшенеді. Пайданы табу деген бізде метод начисления деген түсінік бар, есептеу әдісі. Ол есептеу әдісін сол меңгеру арқылы ғана сіз есептей аласыз. Сіз өзіңіздің қаншалықты пайдалы, пайдасыз кәсіп иесі екендігіңізді. Сондықтан шатасып жүрмеңіздер. Менің шотымда ақша көп, яғни менің кәсібім пайдалы, болмаса менің шотымда ақша аз, менің кәсібім пайдасыз екен деп. Тек қана қаржылық есепті жасау барысында, бағана мен айтқан 4 түрлі форманы жасау барысында сіз өзіңіздің қаншалықты пайдалы, болмаса пайдасыз екендігіңізді біле аласыз. Енді кіріс туралы айтып өттім. Шығыс деген, яғни кіріске қарама-қарсы, құрылтайшылар арасында бөлуге байланысты емес, капиталдың азаюына әкелетін активтердің азаюы немесе міндеттемелердің ұлғаюы түрінде болатын экономикалық пайданың төмендеуі. Яғни сіздің активтеріңіз азайып кетеді, ақшаңыз, материалдық қорыңыз азаяды, керісінше міндеттемелеріңіз көбейеді, сіз мемлекетке де қарызсыз, поставщиктерге де қарызсыз, қызметкерлерге, яғни осы сияқты қарыздардың көбеюі активтердің азаюының негізінде пайда болған жаңағы экономикалық көрсеткішінің төмендеуі, ол сіздің шығысыңыз болып есептелінеді. Жалпы бухгалтерияға байланысты, яғни негізгі дүниелердің негізгісі ол яғни мына кәсіптегі бухгалтерия дейтін болатын болсақ, бухгалтерияның төңірегіндегі негізгі ақпарат берейін деген осы болды. Сұрақтарыңыз болса, маған жазып кетіңіздер, мен сіздердің сұрақтарыңызға бірден жауап беріп тастаймын. Яғни осы бүгінгі курсымызға байланысты. Бұл бүгінгі вебинар әлі 2 күнге жалғасады. Әлі қызықтың бәрі алды. Ертең күні біз салықтың төңірегінде сөйлесетін боламыз. Яғни біздің мемлекетте қазір қандай салық режимдары бар, мемлекет кімдерді салықтан босатты, болмаса егерде сіз салықтан босамай қалған тұлғалардың қатарында болсаңыз, сізге не істеу керек. Яғни бүкіл салықтың төңірегіндегі әңгіменің барлығы түгел ертең. Бүгінгі біздікі сол салықты есептеуге, қалай дұрыс есептеуге болатындығы жөніндегі тақырып төңірегінде сіздерге ақпарат беріп өттім. Эфир әрине сақталады, эфирді қайтадан көріп шықсаңыздар болады.
Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Упрощенкадағы ипотек отчет 910 форма барлық табысын көрсетіп өткізеді. 2020 жылға дейін налог төлемейді ма? Енді бұл сұраққа негізі біз ертең жауап беру керек еді. Мен бірден сразу бүгіннен жауап бере салайын. Иә, упрощенка режимдегі жұмыс істейтін жеке кәсіпкер болатын болсаңыз, 2023 жылға дейін сіз салықтан, яғни қай салықтан? Салықтан босаған кезде табыстан төлейтін, яғни 3% салық бар ғой, содан босайсыз. Бірақ толығырақ мен бұл тақырыпты ертең қозғаймын. Ертең кешкі сағат 20:00-де қайтадан осы YouTube каналымызда жолығамыз. Сол жерде мен сіздерге барлық жаңағы салыққа байланысты нелерді айтатын боламын. Олай болатын болса, назарларыңызға рахмет, уақыттарыңызды бөліп менің вебинарыма қатысқандарыңызға мыңда бір алғыс. Ертең бұдан да қызық болады, уәде беремін. Олай болса, келесі ертеңгі болатын вебинарда жолыққанша сау, саламат болыңыздар.